Так, келесі сабағымыз балалар. Екінші есебі, бұл мен ойымша сендерге кішігірім оңай болған шығар деп ойлаймын, бірақ сонда да сіздермен отырып бірігіп тесте шығарып бастайық. Максимальный жылдамдыққа шығарамын, өйткені емтиханда жылдам шығардым. Біріншісіне п мәнін тап. Оп оңайналардың теорияның қосындысы 1 болу керек, білеміз бе? 3-тен 1 плюс 4-тен 1 плюс 5-тен 1 плюс п, бұл тең болу керек 1-ге. Одан п тең 1-ден мыналарды алып тастаймыз қалған түгел. 1 минус 3, 4, 5-тің ортақ бөлімі 3 пен 5-тікі 15, соның үшін 60 дейсайықшы. 60, 63-ке бөлсем 20, 64-ке бөлсем 15, 65-ке бөлсем 65-ке бөлсем қанша еді? 12. Дұрыс, 20, 35, 45, 46, 47. Тең 60-тан 13. Міне бітті, 1 балл. Мына жер 60-тан 13. Егер қате жіберіп қоймасам, 1-ден алып тастаймыз. Болды. Енді мат ожидание mx табу керек тең. Ол деген мыналардың көбейтіндісі ғой. 3 көбейту 3-тен 1, плюс 4 көбейту 4-тен 1, плюс 5 көбейту 5-тен 1, плюс 6 көбейту 13-тен 60. Мыналар түгел қысқарып кетті. 1 қалды. Тең 1 плюс 1 плюс 1 плюс 6 мен 10-нан 13 тең 1, 2, 3, 4,3 шықты, бітті. Енді дисперсиясын табу керек. Ол үшін мына жерге квадраттар жалғаймын. Мынаның квадраты 9, мынаның квадраты 16, мынаның квадраты 25, мынаның квадраты 36. Так, дисперсия дегеніміз ол mx квадрат минус mx-тің квадраты. Тең болады. Бірінші mx квадрат есептеп алайық. Ол 9 көбейтілген 3-тен 1 плюс 16 көбейтілген 4-тен 1 плюс 25 көбейтілген 5-тен 1 плюс 36 көбейтілген жаңағы 60-тан 13. Осыдан алып тастайым 4-тен 13-тің квадратын тең. Енді есептейік, 3 қалды, мына жерде 4 қалды, мына жерде 5 қалды, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12 плюс, мына жерде 6-ға қысқартайын 10, мына жерде 6 қалды, тағы 2-ге қысқартайын 3, мына жерде 5 қалды, 39 бөлінген 5 минус 4,3-тің квадраты. Енді калькулятормен есептейік қазір. Так, 39 бөлі 5 тең болады 7,8 плюс 12 тең 19,8. 19,8 минус 4,3 4,3 көбейту 4,3 18, 49 дейді, 18 де 49 тең 1,31 шықты. Болды, таптық болған 3 балл. Енді x плюс 2-нің мат ожидание mx плюс 2 ол тең болады mx плюс 2-нің мат ожиданиясы ол 2. Осылай формула өткенбіз, естеріңде болатын болса. Ол тең болады мат ожидание 4,3 плюс 2 тең болады 5,3. Дисперсияда мынау бөлек болады. Дисперсия ол ауытқуды білдіреді. Яғни dx плюс 2-нікі ол болады dx плюс d2 былайша айтқанда. Ал d2-міз 0-ге тең, өйткені 2-нің ауытқуы 2 ол ауытқымайды, ол 0 тұр ғой өзі 2 ол 0. Сонда dx плюс 2 ол d-ға. Ол қайттан жаңағы 1,31-ге тең дисперсиямыз. Болды. Осындай оп-оңай есеп.